Алматыдағы атыстан қаза болған полиция қызметкерлерін қызылордалық әріптестері еске алды. Олар отан алдындағы антына адал, марқұмдардың жақындарына қайғыра көңіл айтатындарын жеткізді. Одан бөлек қаза тапқан құқық қорғаушылардың жанұяларына материалдық қолдау ретінде бір күндік жалақыларын аударатындарын айтты. Әріптестеріміз қаза болды, олардың отбасына болып жатқан қайғыларына ортақпыз. Қызылорда облыстық ішкі істер департаментінің қызметкерлері қызмет бабында қаза болған әріптестерімізді мәңгі естерінде сақтайды. Ал бұл 18 шілде Алматыда болған атыс кезіндегі террористердің қолынан қаза тапқан полицейлер. Қарулы қақтығыс кезінде қаза болған азаматтардың суреттерін ұстаған құзырлы орган өкілдері бейбіт күннің батырларын еске алып, осылайша шерумен жүріп өтті. Осындай тыныштық күні мынандай болған жағдай өте ауыр тиеді. Сондықтан мынау артымызда келетін біздің бауырларымыз, балаларымыз ертең осындайды өмірінде жібермесек, болғызбас екен дейміз. Біз соған сенеміз. Солтүстік Қазақстан облысының полицейлері Руслан Күлікбаев кезеңген оқтан зардап шеккендерге әлі де қан тапсырып жатыр. Сонымен бірге бір күндік жалақыларын қаза болған әріптестерінің отбасыларына аударатындарын айтады. Жиналған 7 миллион теңге бүгін ертең арнайы есеп шотқа аударылмақ.